Құлан-қурай құлқайыр тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдіктер туысы, құлан-қурай жалбызтікен деп те аталады. Дәрілік шірнелі өсімдік. Жалбызтікеннің тамыры, жапырағы мен гүлдерінің дәрілік қасиеттері бар. Тамырында пектин, крахмал, аспарагин заттары бар. Жалбызтікен тамырынан көптеген дәрілер жасалады. Тамыр тұнбасы, шырыны, сығындысы тыныс жолдары ауруларын емдейтін дәрі ретінде қолданылады. Гүлі тамыры және тұқымы дәрі болады. Ашылған кезде гүлін жинап алып көлеңкеде кептіреді. Тұқымын күзде алып кептіреді. Тамырын қай кезде болса да қазып алуға болады. Көбінесе жас күйінде істетеді. Құлан-қурай тұқымы балалардың іш қатуына, нәрестенің түсуін тездетуге, несеп жолына тас байланудан денеге сулы ісік жайылғанда, үлкен-кіші дәреттің толық келмеуіне ем болады. Құлан-қурай гүлі ақкірдің ауыртып өңі сарғайып күн сайын келуіне, үлкен-кіші дәреттің тосылуына, ұстамалы безгек ауруына, жұтқыншаққа бір нәрсе тұрып қалғандай батып ауырғанға ем болады. Құлан-қурай тамыры үлкен дәреттен іріңді жалқақ келгенде ақкірдің көбеюіне, сыздауық немесе шиқанның сыздап ауруына ем болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған құлан-қурайдың емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.